Ескендір патша мен Бассүйек туралы аңыз. Ескендір Зұлқарнайын алтын қақпаға тақап келіп, баса көктеп кірмек болып, қатты-қатты қағып ұрады. Бірақ жұмбақ қақпа ашылмайды. Содан соң Ескендір патша қақпаны семсердің сабымен сабалайды. Ол сонда да қыбыр етпейді. Ашу кернеген жиһангер «Қақпаны ашыңдар» деп айғай салады. Сол кезде арғы жақтан күзетшісі келіп, «Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа» дейді. Македондықтардың өркөкірек патшасы өңмеңдеп, «Мен патшалардың патшасымын, әміршілердің әміршісін қақпаға кіргізбей тұрғызып қою туғалы көрмеген қорлығым» деп ызаға булығады. Бұған жауап ретінде патшаның аяғының астына кәдімгі қу сүйек оралған бір түйіншек құлап түседі. Ескендір жұмбақтың мәнін түсінбей, ашуланып, сүйекті лақтырып жібереді. Бірақ оның ақылшысы Аристотель мұның жай сүйек емес екенін байқап, тараз алғызып, бір басына алтын қойғызып, өлшеп көру керек дейді. Содан таразыны құрдырып, бір табағына сүйекті тастайды да, екінші жағына алтын салғызады. Бірақ қанша алтын күміс, асыл тас пен қазынаны үйіп салса да, соның бәрі бір сүйекті баса алмайды. Енді таразыдағы алтынға қаруларын қоса салады. Бірақ қу сүйек бұрынғыдан да ауырлана түседі. Мұны көріп аң-таң болған Ескендір патша Аристотель хакімнен сұрайды: «Мына сүйектің менің бар жиған терген қазынамды басып кеткені несі? Мәнісін айтшы» дейді. Сонда Аристотель былай деп жауап береді: «Бұл адамның көз сүйегі, ал адамның көзі дүние байлыққа ешқашан тоймайды». Осы сөздерді айтқан дана жерден бір уыс топырақ алып, сүйекке шаша салады. Сонда таразының ана басы сылқ етіп жерге түседі. Бұл туралы Абай Құнанбаев дастан жазған. Дастанда мынадай сөздер бар: «Бұл адам көз сүйегі» деді ханға, «тоя ма адам көзі мың мен санға? Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйылғанда. Кәпір көздің дүниеде аран үлкен, алған сайын дүниеге тояр мекен. Қанша тірі жүрсе де өлген күні өзге көзбен бірдей-ақ болады екен».